Енді әжем болды айтпақшы, мен ой болған әжем баласы болып, әжемнің атына тығыламын. Қара жұмыстанмастан өмір өз деген істеген енді. Ой, мұғалім не шықсын деп, вообще ойымда болған. Менің арманымда, қиялымда да болған жоқ енді. Шынын айтқанда. Алардың қарамайды. Сіздікін маған келген кезде әшкере кет, былай қолына қаламды алады, ана буква, дефис, нүктесіне деген қарап, әйтеуір бірдеңе табады. Лақты дұрыс емес қайтадан жазып. Сырымды айтамын деп шынымды айтып қойған жоқпын ба деп те қорқып отырмын, бірақ жақсы бұл ашық. Біраз нәрсе айтылды. Нұрлан білмеймін. Не сұрақ қойып ұмытып қалдық қой. Сәлем, бізде бүгін жаңа жоба, жаңа қарқында еркін форматта саналы сөз подкастымыз. Бүгін біздің подкастымыздың алғашқы қонағы өз саласында үлкен тәжірибесі бар ұжымға үлгі бола білген білікті басшымыз Нұралы Қалиұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Бүгін бізде алғашқы подкастымыздың алғашқы қонағы өзіңіз, сондықтан әңгімеміз ашық әрі шынайы болады деген сенімдемін. Мен дайын. Олай болса, сұрақтарымыздан бастасақ, бізде ең бірінші балалық шақтан бастасақ, бала күніңізде қандай арман қуып едіңіз? Енді біз кеңес дәуірінде дүниеге келдік. Сол кеңес дәуірінің жаңағы білім беру системасының білімін алдық. Ол кезде енді жаңағы космонавт болу деген еді ғой бір. Білмеймін. Ұлдардың бәрі космонавт, жаңағы ұшқыш болу еді. Былайша келсе бір этапқа да бөлуге болады, ол қиялдарды. Адамды өсе келе өзгере береді ғой жаңағы. Қиялдары, армандары. Кішкентай жаңағы садик, бастауыш класста жаңағы космонавт боламыз дедік, ғарышкер боламыз дедік. Өйткені ояқтың идеологиясы бөлек болды. Идеология мықты болды. Совет дәуірінің кезінде ең бірінші ғарышқа аттанған сол Совет одағының азаматы болғаннан. Онан кейінгі армандар енді өсе келе өзгере береді деп айттым ғой. Арманға енді әкем врач болды мен негізі. Врач болсам ба дедім, әкем негізі ұғайын деп. Бірақ енді өмір өз деген істеген енді. Білім жолына қарай кетіп қалдыңыз. Анам мұғалім. Анаңызға тартқан болып тұрсыз. Енді бірақ негізі жолдас балаларым айтады, мұғалімге дұрыс қой деп, қой мұғалім еш қосын деп. Вообще ойымда болған. Менің арманымда, қиялымда да болған жоқ енді шынын айтқанда. Сонымен енді сол 11 бітіргеннен кейін, ол кезде енді 10-шы сынып бітіргеннен кейін, бірінші қиялдаған арманмен қазір Бишкек, сол кезде Фрунзе қаласы болатын, Қырғызстанның астанасы. Соған Ақтөбеден барып, Ақтөбеде ұшқыштар училищесі болды. Содан приемный комиссияға барып, сол жерден өтіп, сол Бишкекте, Фрунзеде, қазіргі Бишкек, авиационный дейміз ғой енді. Училищеге түстім. Сол бір енді қиялдадым, бірақ соғы түскенімді айтайын енді. Космонавт болуды армандап, бірақ сол училищеде оқыдым дейсіз ғой. Өйткені сол кездегі бір сол жылдар 86 жылы бітіргенде, білмеймін, сол ылғи, сол менің қатарларының көбісі осы, мысалы, осы ұшқыш жағын, аэрофлот, не жағын талдатты, осы не жағын, самолет жағын, енді менің барғаным жаңағы вертолетчикке оқыдым ояқта. Ол кезде енді заң сондай болды, училище болсын, институттар болсын, университеттер болсын, армияға алатын, армия қатарына.
сонымен армия қатарына алып кетті. Сол фрунзеден армия қатарына келгеннен кейін мен арман ғана жалғастырмадым. Біз енді академическийге шығарып жіберді. Бірақ өйткені ол жақта да бізде тәртіп, әскери тәртіп, алтта подъем, жаңағы строевой бәрі құрсын 2 жыл. Соны балалық болды ма білмеймін енді 2 жыл етікпен жүрдік қой, тағы да ол жақта тағы 3,5 жыл оқитын. Тағы 4 жыл жүрем ба деген білмеймін мен. Сонымен енді академический шыққаннан кейін барғаным жоқ. Сол қиялдың бірі солай кетті. Енді балалық шағыңызда алған қандай тәрбиеңіз қазіргі өскен кездегі жаныңызға серік болып келеді? Ұяда не көрсең, ешқандай соны істейсің деп енді әкем мен шешемнің ол кезде енді әжем болды айтпақшы, мен ой болған әжем баласы болдым. Жаңағы тентек бірдеңе болсам, папам енді растау. В общем, қабақ шытып көрмеген. Мамам енді мұғалім болғаннан кейін ба, қатаңдау ғой. Бірдеңе білдіріп қоясың бала кезінде. Әжемнің артына тығылам, кішкентайлау кезінде етегінің астына кіріп кететін. Әжеңіздің баласы болдыңыз ба? Иә. Атамды көрдім. Әбіш атамды сол 6 жасында ма қайтыс болды. Оған дейін сол атамның қасында, әжемнің қасында болдым. Атам баласымын дейтін кешірейді шамалы есім жиғаннан кейін. Бәрі тума-туысқанда шалдың баласы дейді менен. Сөйтіп, сондай болғаннан кейін шамалы еркелеуде өсті енді. Әжемді келсем, сол әжемнің несі бар енді, атамның несі бар, өсиеттері, солардың енді айтқандары, солардың тәрбиесімен өстік қой. Ағай, енді сізден сұрасақ, қандай түсті жақсы көресіз негізсіз? Жасыл. Жасыл, тағы басқа да түстер. Қызыл, жасыл мен қызыл, иә? Бізде бір дайындаған бейне ролигіміз бар еді, соған назар аударсақ, қарындасыңыз Нұргүл ғой. Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін ағамның сәреңгеті есіме түсіп отыр. Ол 4 жаста болу керек. Сонда әкемнің қарындасы қашып тұрмыс құрған. Соған ағам ол кезде 4 жаста болады. Барып сәлем беріп келген кезде үйдегілер сұраған екен. Жаңа жездең пайда болып, жездең қандай деген кезде тілі енді шығып жатқан ағам үйде сол кезде қара киізі бар екен. Сол қара киізді үйкеп жездем осындай деп қара киізді көрсеткен екен. Сонда барлығы күліп, ойбай сонда жездең қара торы болған ғой деп солай жобалаған екен. Алып қашты сол енді ол кезде алып қашу келесі көшеде өзі қашық емес егорда. Сонымен әжем бар. Сонымен барам ғой. Барам. Ой, король мен жаңағы. Бәрі менікі болып жатыр ана жерде. Артында жақсы, әлімге де жақсы көреді. Сонымен сұрамаймын, кәмпит пішінайымды беріп. Сізден қандай деп. Ол қайдан білейін енді ол бір несін сұрап тұрған дейді. Мен түрі есімде қалған ғой. Енді смогулге не дейді? Қаралау деп көрсетіпсіз, киізді көрсете берді соған айтып. Жездең қандай десем, киізді көрсетіпсің, мынадай цветі деп жаңа қарадым. Иә, ондай болды. Балалық шақтан естелік қалды сізге, қарындасыңыз сәлемдеме жолдап солай дайындаған боласыз. 4 қыздың арасында өстім ғой енді. Студенттік жылдары бір есіңізде қалған оқиғалар бар ма? Студенттік жылдан енді бірден барғаннан бері староста болып қойды. Өте активный болған шығарсыз. Білмеймін неге екен. Староста болып қойды. Соны староста болды енді. Сол жерде мен үлкен кісілер болды. Мен үлкен, жас үлкендер де болды. Әрі-бері болмайды деп едім. Болмаймын деп нағыласың ғой енді. Өйткені енді жауапкершіліктен нағыласың. Староста деген ойбай бұл бір жауапты жұмыс қой енді. Қанша адам ішінен сізді таңдап тұр ғой енді? 23 болды ғой деймін группада. Сол қойды. Сол бәрі сол қолдап жатыр. Бірге қыдырған шақтар или сабақта өткен сияқты? Сабақта өткен дейсіз ба? Енді бір не болды, ағайымыз болды. Кәріс несі ұлты. Кәріс ұлты. Сол кісі бірінші рет барым ғой енді.
сабағына келдік. Ол енді мен есімде қалды, ол бірден басталған жоқ, екінші семестрден басталды ол деймін сабағы. Владимир Петрович болу керек, жақында қайтыс болды сол кісі. Так, соны тұрып алып, енді не бересің ғой жаңағы. Сабақтарыңыз орыс тілінде өтті ма, қазақша? Қазақ тілінде өтті да, енді орыс арнайы технология сабағы болды, электротехника сондай. Орысшамен ұрып жатырмын жаңағы. Енді қиналмаймын ғой, былайша қиналмаймын енді орысшадан. Өйткені бастауыш сыныптарды орыс мектебіне бітірдім. Старысты дейді ма, қазақша сөйлей берсе қиналмай дейді. Екі көзім атыздай болды да. Сол жерде таң қалғам. Өзімше бір жаңағы орысшалап әдемілеп айтып жатсам. Сол кісі есімде қалды. Өте жақсы кісі еді сол. Алғашқы жұмысыңыз есіңізде ме? Так, алғашқы жұмысым менің қара жұмыстан бастадым мен. Қай жылы? Дірәу деген мекеме болды осы неде. Жаңағы жездем сонда механик болып істейді, жаңағы қара жездем. Армиядан кейін келдім ғой. Армиядан келгеннен кейін майда шамалы бір 2 ай бос жүрдім да. Майда келдім. Нағып жүріп кетіп, мен қасыма жұмыс істеді. Сонымен сол дірәу деген мекемеде жұмыс істедім. Қара жұмыс. Кәдімгі асфальт сүріп, тас сүріп, негізі еңбек жолын содан бастап өзім де былай қалай айтсам екен енді. Анамдарға түсінбеймін, кейбір үйлерінде жатып алып, жаңағы жұмыс жоқ деп жатқан. Жұмыс жоқ деп жата берген. Онда бір арсынам ба, мамам да бар, папам да бар ол кезде. Үйленбегем, жата алмайды екен. Жездем айтқаннан кейін қой, жата бермейді. Ол кезде жаспын ғой, 20-дағы балам. Жұмысын алмай-ақ көшеде танысыға барып, неге барып жүрмейді. Оған да қалған жоқ, бірақ жаңағыдай енді жата алмайды екен үйде, жаңағы біреудің мойнына ілініп алып дегендей ғой. Сонымен сол дірәу деген мекемеден бастадым, сол жұмысшы болып. Өміріңізде қандай қиындықтар болды ағай? Оны қалай жеңдіңіз? Білім саласына келгенді айта кетейін, осы жерде бәрі ойлайтын шығар енді, білім саласы оңай нәрсе емес. Менің бітіргенім негізі мұнайды бітірдім да, жаңағы мұнай саласын. Сонымен группаластарым бар, үлкен компания істейтін. Солар енді бір жылдай ма несіз жатып қалдым, жұмыссыз болмай қалды. Нұрекетін алсайшы, бір орын болсайды. Где-то сол 5-6 айдан кейін хабарласамыз деді. Хорошо деп күтейін деп қалдым. Соң мамамен бөлек тұрамыз. Жоқ, бірге тұрамыз. Мамам айтты, сізді КТМ дейді ғой, кәсіп техникалық мектептің директоры не іздеп жатыр екен, мұнай ол жерде қысқа курсты мұнай саласын адамдарын оқытады екен. Соған не іздеп жатыр екен, қысқа курсқа 2 айға көресің бе деп, ойбек құрсын барайын деп, жүгінісіп Қалдыбек Қалекеңе бардым, мекемесіне. Соның мен құжатымды қаратты. Болады екен, бізде осындай курстар бар еді. Соған енді мұғалім таба алмай жатыр деді. Өйткені ана недегі оқыған конспекттердің бәрін жиналып тұрған дейді. Бір жағынан жүрексіндім енді, қалай болады екен, бірақ ана конспекттерге сендім да енді. Құрсын бір сала ғой енді, бірдеңе қылып өткізермін, тем более краткосрочный деп. Сонымен келісіп, 1-2 апта не қойды да, сол кезде келесің деп, құжаттарымды дайындап бардым. Жұмысқа алды. Маған алып еді. Сөйтсе жаңа лицензиялары сұрауға кетіп қалыпты. Ненің мұнайшы мамандықтың. Соны алу керек болды. Ойбай, мен не істеймін? Как раз сол кезде бір орын босап жатыр екен. Группа нелер дәнекершілеу.
дәнекерші тобының бір өндіріс оқу шебері басқа жұмысқа ауысып кетіп жатыр екен да. Мына жерде бір орын бос тұр енді, соған нағылсаң да, осы жерде временно лицензия алғанша жүре тұрасың ба деп. Хорошо деп. Бірақ енді қалай енді ол? Аға шеберлер бар, үлкен нелер бар, үйретеді ғой, көресің ғой. Ойбай, мен сол арқылы мен бар. Үйренерсің енді. Сонымен келістім енді. Қасымда Берік деген, Дүйсенбаев Берік деген екінші өндіріс оқу шебері болды. Кураторымыз Қожаберген Дархан. Кейін сол колледждің директоры, сол кураторымыз болды. Сонымен сол жұмысты бастап кеттік. Бір топты берді, 12-ші топ деген 25 бала түгел. Оның 20-сы осы жаңа oldu. 83-тен бір класс солаймен барған ғой. Өйткені как раз сол ашылған. Сол топты берді, шамалы тентектеу топ болды енді. Сонымен бастап кеттім жұмысты. Сварканы үйрендім. Сварканы қалай үйрендім? Ол кезде 2000 жылдан басы ғой. Дефицит ондай не жоқ. Шеде жоқ, барады, береді, бір 2-3 электрод, оны не ол? Сон базарға барып, әлі есімде 800 теңге. 800 теңге екен анау, бір пачкасы. Соны алдым. Жұмыстан кейін. Біз енді 4-5-те аяқтасақ, жұмыстан кейін қаламда іште бір сварщик болды, Ғалымжан деген кісі. Соған барам. Соған бірдеңемді еще берем анаған. Сөйтіп, міне бір пачка электродты берем. Үйретті деп, бір айдың ішінде үйрендім. Үйреніп, солай қиыншылықтарды жеңіп шықтым дейсіз ғой. Қиындық болды енді. Ал енді ол құрсын материальный нәрсе ғой. Несі жоқ, жаны жоқ. Әйтеуір егересің ғой. Екі қолың дұрыс болса, басың істеп тұрса. Баламен жұмыс істеу ол бөлек нәрсе екен. Өте қиын болды енді. Бірақ енді соның бәрін жеңіп шықтық қой енді. Психология оқыдым, кітапты оқитынбыз ол кезде. Нені оқыдық, сосын ана үлкен кісілер болды. Әбдімұрат деген, Жұман деген ағайлар, Ахан деген, солардың әйтеуір тәжірибелері бар. Осындай дәрежеге жетуіме бір себепші кісі Әділбаев Нұрлан деген ағай. Ол кісі осы біздің кәсіптік білімнің майталманы. Өмірін осы кәсіп техникалық біліміне берген. Осы жерде, осы колледж, біздің колледжімізде жұмыс істеген кезінде біздің келесі көрші колледжімізде директордың орынбасары болды. Мен барған кезде ол аға шебер жұмыс істеді. Сол кісі көп осы салада қалып, мен енді уақытша деп айттым ғой, уақыт өткен, сосын жігіттерім шақырғасын кетемін деп ойладым да. Бірақ жігіттерім звондады. Мен мына жұмыс тартып кеткеннен кейін ол жақтан отказ беріп, осы жақта қалдым. Осы жаққа бұрып тұрды дейсіз ғой. Нұрлан ағай айтайын дегенім. Енді жас болдым. Мәселенің ішінде ең жасы мен болдым. Анамнау жұмыстар, нелер, одан қалды ана Бақыт деген ағай болды, тәрбие жөнінде орынбасары. Сол кісі жаңа өзінің жағына тартады. Білмеймін, бір 4-5 рет Дед Мороз болдым ба, сондай шығар еді. Сол қандай іс-шара болады дейді. Сол жердің сценарийін жазып, сол жерде белсеніп, әйтеуір мен айтамын, Дед Мороз боламын, бақта снегур шыға алмасам болды мен деп жаңа күліп, ол кісі де қалдырмас кісі ғой. Кезекшілік деген болды. Кезекшілікті жас болғаннан кейін күн арапта бір күн боссың, екінші күні кезекші. Енді ол қиыншылық емес, ол жұмыс қой. Сосын Нұрлан ағай айтайын деген. Жаңағы ол кезде біз қалыңдығы осындай қалың дәптер деген болатын, общий тетрадь. 60 беттік па, құдай біледі. Соған жазамыз қолмен жоспарымызды. Жоспар, ол кезде мысалы, мен 3-ші курс ба, менде 3-ші курста 4-ші күн, 5-ші күн, 6-ші күн 3 күн болады. Біз 3-ші күні біз түстен кейін немізді бекітіп қоюымыз керек. Жоспарымызды. Енді 3 күн болғаннан кейін 3 күннің несі жазылады жаңағы қолмен. Сосын чек карта деген болды. Мысалы, сабақтың 3 күндік сабағын чек картасын қолмен сызып, мысалы қалақ бола ма, басқа бір істейтін бүйім бола ма, сол миллиметрінде деген есептеп чек карта жасаймыз. Ол чек картаны да не аламыз, бекітеміз.
Енді барамыз бәріміз бәрінікі қол қойып беру керек қой бекітіп. Бәрін қол қойып береді да маған келген кезде жаңа ана кісі аналардың қарамайды. Сіздікін Маған келген кезде әшкеде кет былай қолына қаламды алады, ана буква дефис нүктесіне дейін қарап әйтеуір бірдеңе табады, лақты дұрыс емес қайтадан жазып алып келді. Анда отырып алып сол 7-8-ге дейін ана сол кісілерді сол 7-8-ге дейін жүреді. Соны барып қайтадан сол ананы жазып қайтадан алып барамын. Әйтеуір бекітіп береді енді. Постоянно солай. Соны мен ана жынданамын. Ана қасында Ағыбай деген ағам бар. Художник болатын. Оның несі болған жоқ. Ағайдың қасында отырады да жаңағы сызулар сызып. Bir күн осында не болғаннан кейін жынданып далада тұрмын жаңа. Ана Ағыбай ағам шықты. Аха деймін, мына кісі мені құртайын деп. Мына кісі менің ізіме түсті, бұл кісі менің түбіме жетеді, бұл кісі мені жақтырмайды деп жаңа. Ана ағам миығынан күліп тұрып, соны тұрды да, сен нағыма үйде ойлама дейді. Сен байқайсың ба, ана кісілердің қолын қойып береді де жібереді, сенікін тексереді. Ол сен үйренсін, білсін деп жатыр. Меңгерсін, әбден піссін деп саған сөйтіп жатыр. Дейді ғой. Сосын бар, солай ма деп жаңа. Енді артынан айтады да, осы адам бірдеңе шығады дейді ол кісі. Сізге солай көрдің бе, ол енді адам танып тұрғаны ана кісінің. Осы адам бірдеңе шығады деп саған үйренсін, білсін, сосын ашық сабақ не болса менікін қояды бірінші, менікіне келеді. Сөйтсе ол кісі мені үйретіп жүр екен ғой. Осы адам танитындығы ана кісінің. Осыдан бірдеңе шығады. Осы бір алып кетеді арман қарай деп адам танығандықтан сөйтіп үйреткен кісі екен ғой. Ал мен оны қиындық деп жүрсем, мысалы, ол қиындық емес, ол сабақ. Негізі мына өмірде қиындықтардан сабақ аласың ғой. Қиындықтар болмаса ол болмайды. Любой қиындықтан, кез келген қиындықтан сабақ аласың. Ол сабақ болып есептеледі. Сол енді қысқаша. Қиындықтардан алатын. Қиындықтар деп жатыр қой енді ағай. Өмірде енді адам кейде қателеседі. Сіздің сондай қателескен кездеріңіз болды ма? Иә, қателесесіз. Конечно, қателесіз болмайды. Мысалы, жұмыста болсын, жұмыста айта берейін. Қателестім. Қатені мойынға алу керек. Содан сол қателік жібермес үшін қорытынды шығару керек. Сабақ алып, иә? Иә, сабақ алып. Мысалы, менде білесіздер ғой, әлде де айтып жүрем, Нұрлан да біледі. Критиканы дейме, сынды. Жұмыста айтамын, жиналыста да айтамын, Нұрлан білесің ғой өзіңде. Сынды айтыңдар, маған жаңағы істемеңдер, сынды критиканы көтерем. Критикадан жаңағы қорытынды шығаруға тырысамын. Бір өзің мен алдым, мен салдым, менікі дұрыс деген ол өте өрескел қателік басшының. Ол халықпен бірге жұмыс істеген олармен санасу керек, олардың ой пікірін тыңдау керек, олардың тем более критикасын. Мен айтамын, сырттан айтпаңдаршы, айтыңдаршы бетіме. Жиналыста айтпасаңдар, кейін аға мына жерің дұрыс болмады, бүйтсе қалай болады. Сол кезде уже жұмысымыз жүреді. Алғы шепте боламыз, өркендейміз, өсеміз. Так бір адамға салып, бір адам мен қойдым, сен жаңағы қолыңа қылыш беру керек қой, оны шап деп. Бұл білім саласы болғаннан кейін ол ақылдасып бірдің бір нәтиже, осы мамандық таңдап біздің осы оқу орнына келген жастарға өзің таңдаған мамандығын игеріп шығуға, біліп шығуға, кәсібін меңгеріп шығуға, еліміздің, қоғамымыздың белді азамат болуына, қоғамның азаматы болуына біз үлкен септігімізді тигіземіз. Сондықтан бірлесіп жұмыс істеу керек бұл жерде. Сол. Енді кейде қайта бастауға бір тура келген сәттер болды ма? Қайта бастауға. Иә, болды ғой ондайлар. Қайта бастауға дегендер де болды. Нөлден
осы жақтың өзінде де қайтадан бастаған енді сол енді соны да Иә. өзім айтайын деп жатқаным, иә, енді мысалы ана колледжде мысалы мен 20 жылдан астам уақыт оның ішінде басшылық қызметте 13 жыл енді заместительімді қосқанда, директорлігімді қосқанда 13 жыл істедім. Енді ол жақта мысалы барлық қызметкерлердің ол жерде енді қанша 90 қанша қызметкер болды, 90-нан астам. Олардың бәрінің мінез құлығын, үйінде неше баласы бар, қандай жағдайда тұрады, мінез құлығы, в общем, бәрін білесің ғой енді, ашық олар маған кітаптай. Уже жаңағы кабинетке кіріп отбасыңыз сияқты ғой енді ол кісі. иә, ана түріне кабинетке кіріп келатады, өзі ана не сұрайын деп тұрған, не айтайын деп тұрған, өзі сонан ақ білемін өзі. Болмаса жаңағы дәл деге атасың, онысы кездесіп қаласың, азанда кездесесің, амандасасың. Біреулер настроениесі болмайды, ай мынау что-то бірдеңе болып қалды. Кеше күнде көңіл немен ассалаумағалейкум деп амандасады, что-то бүгін көңіліне кәдімгідей анау ойбай не болып қалды екен, аман ба екен деп шақырып алмасам да жаймен жаңағы заместительмен анау что-то кім не болып тұр, байқайсыз деп жаңағы не болып қалды екен, аманшылық па екен деп, настроениесі жоқ қой деп сұрап отырамын ерінбей. Өйткені кім біліпті, білмеймін, мен солай енді қалыптасқан немде. Сонымен енді мына жаққа келдік, енді келгенде қиын болды. Қайта бастағанда, иә? Жұмысқа қайта тұрғандай болған шығарсыз. Ой құдай, Қаншама адам. Мен айтып та жүрмін ғой, бүгінде бір әңгіме болып айтқанбыз. Жауыңа сілемейтін нәрсе екен шынын айтқанда. Ұжым ауыстыру. Иә, өте адаптация, не енді құрсын, мысалы күйеулерін танимын, 30%-ын былайша танимыз, артынан былай сұрастырсақ не болып шығып жатыр, танысымыз болып шығып жатыр дегендей. Бірақ енді жұмыс ауыстырған өте қиын, енді бір жылға дейін адаптация болды ғой енді. Кімнің даже енді аттарыңды шатастырып аласың, аңғаласың, енді мінез құлқын білмейсің, кімге қалай сөйлеуін білмейсің. Бұл жерден де басшы болғаннан кейін кімге қалай сөйлеуді білу керек. Біреу жаңағы айқайлап дауыс көтеріп сөйлесең істейді, біреудің арқасынан қағуың керек. Оған арқасынан қағып сөйлейтін адамға айқайлап сөйлесең тырысып қалады, вообще ештеңе істемей қалуы мүмкін. Күйеулерін мақтауды ұнатады, ой мақтасаң болды, ой сен жақсы жасаң, тауды қопарып тастайды. Әр адамның мінезі әртүрлі ғой. Соған қарай тапсырма беріледі, соған қарай өзіңді көріп жүрген шығарсың менің. Соған қарай тапсырма беріледі, соған қарай бәріне бірдей. Әр адамға әр конечно, міндетті түрде мысалы жаңағы әр адамның мінезі бөлек, соған қарай. Сосын мысалға әр адамның өзінің жұмсайтын жері болады. Жұмысының түріне қарай. Мысалы осын дейік, осы мынау жұмысқа ыңғайлы, осылай қарай жіберейік. Руслан мынау жұмысқа ыңғайлы. Кез келген оймен келген адам шақырып тапсыруға болмайды. Ондай да бар. Енді қазір енді бір жылдан асты. Ойбай бір жыл деп. 3 жыл болады. Құдайға шүкір әйтеуір енді коллективке де рахмет, жақсы қабылдап. Сіңісіп кеттік қой енді. Енді қазір енді жаймен бәрін қалай екенін уже қасымдағы әйтеуір орынбасарларым бар, әріптестерім бар. Мынадай, енді сұрайсың ғой, мынау қалай, енді жаймен үйреністік қой енді. Қайта бастау деген енді осыны айтуға болады. Рахмет ағай, енді бізде мақсатсыз, армансыз адам болмайды ғой енді, өзіңіз білесіз. Күн сайын жұмысқа келген кезде қандай мақсатпен келесіз? Мақсат, адам жетелейтін өмірде мақсат қой. Мақсат болмаса енді жұмысқа келгенде ойбай бұл. Ең бірінші мен шынын айтайын, азанда тұрғанда оқушыларым аман, жаңағы қызметкерлер аман, бәрі түгел болса екен. Өйткені мен бір әдетім, келем апайдан түгел ме бәрі. Сенбесеңіз апайдан сұраңыз. Бірден келіп амандасам да, амансыңдар ма, жақсыңдар ма, түгел ма, бәрі аман ба деп. Бірінші қоятын сұрағым, мен келгенде кадр отырады.
сосын апай жоқ мынау ауырып қалыпты, мынау кеше сұранып кетті, қалғандары орында, қалған аман. Сосын оқушыларымыз ғой 2 класстан. Солар әйтеуір не аман болсын әйтеуір. Түнде жүріп салып қалып жатады, жаңағы неше түрлі жағдайлар жағдайлар болып жатады ғой. Сол тек келсем тек аман болсын бәрі. Аман азанда тұрғанда сотқа бар келмей, жұмысымызды істеп, алға қойған мақсаттар көп қой енді, солардың бәріне кедергі болмай, жұмысымызды жақсы істесек деген ғой. Енді мақсат бар, басқасы ол. Мақсаттарды енді мысалы қалай қоясыз және соған қалай жетесіз? Болмаса сізді не шабыттандырады сол мақсаттарға жетуіңізге? Бір мотивация болады ғой кейде адамдарда. Осы мақсатыма осылай жетейін. Мотивация енді ел қатарында, мысалы 21 колледж бар, әйтеуір ешкімнен кем болмау. Мақсат ұжым. Ұжымның ауызбіршілігі. Ұжымның ауызбіршілігі, ұжым ешкімнен кем болмау керек. Қай жерде той-тор елдің алдында жүргенде мен ұжымдастарым қайда істейтін дегенде Арал Көксауал дегенде еңселері көтеріңкі, осындай бір керемет мекемеде жұмыс істеймін деп тұрса, қандай керемет. Өзің жүрген ортасы. Мотивация сол. Өзімде мотивация береді сол, ұжым жақсы болып, бектерден көріне берсек. Басшы болу сіз үшін нені білдіреді? Енді басшы болу негізі армандағанымда жоқ, оған бір өзім атсалысып, біреулер салып қоймаймын, осы жерге басшы боламын дегенім жоқ. Орынбасар болғанда да ұсыныс жасап, енді папа мен мамам бар, бардым, айбай балам өзің біл, түсе аласың ба деді. Енді ол жауапкершілік жұмыс. Қорқа соқтым, отказ бердім, жаңағы сол кездегі директорым жоқ, сізден басқа ыңғайлы жоқ деген құрсын. Әріптестерім бар басқа колледждегі, солармен ақылдасып, 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген қағиданы алып, ұстанып, сөйтіп енді келістім. Орынбасардың жұмысы. Онан кейін 3 жыл міндетін атқарушы болып тұрдым. Директорымыз басқа жұмысқа ауысып кеткеннен кейін. Сосын сол 3 жылдан кейін стажымда келіп тұрды, категориямда келіп тұрғасын, конкурсқа құжат тапсырып, осы директорлық қызметке 2016 жылы қаңтар айында тағайындалдым. Енді көп қиыншылықтар да болды, нелер де болды. Басшы болу біріншіден қамқоршы деп ойлаймын. Мен өзім қағидам бойынша біріншіден қамқоршы. Енді отбасында мысалы әке қамқоршы болса, директор қамқоршы болады деп ойлаймын. Оның әр қызметкердің семья жағдайы, тұрмыс тіршілігі, қарау керек. Жауапкершілік дейсіз. Жауапкершілік. Менде мысалы мына қызметке қойғанда менің нағалатыным бір қағида, біреуге ұсынсам, бірден 2-3 адамға ұсынамын. Соның қайсысы қалай қабылдайды? Мысалы біреу айтады, о, болды, қатырамын істеймін. Ол уже кандидатурадан кетеді. Сразу алып тастаймын. Ал екіншісі, қайдам, жауапкершілігі бар, жоқ ағай, мен бұдан бас тартсам қалай болады деп. Бірден келіспей, жаңағыдай жауапкершілік бар ғой деп сезінген адам уже ол істеледі деген адам, ол біліп тұр. Ал жаңағы ойбай мен қатырамын деген адам істелмеді, қазіргі неше жыл болды, психологта болды деп ойлаймын. Ол уже оны бірден кандидатурадан жаңағы алып тастаймын. Ал жаңағыдай айтып тұрса, істей алмай шыған, жауапкершілігі ол уже ойланған адам, ол уже алып кетеді, ол жұмысты жауапкершілікпен қарайды, берілген тапсырманы дұрыс орындайды деп шешіп, солай таңдаймын өзімде. Мысалы, жауапкершілік қой, ең бірінші жауапкершілік қой. Қамқоршылық, жауапкершілік. Қамқоршылық, жауапкершілік, сосын енді не? Үлгі, пример. Үлгі, өзі тұлға ретінде үлгі болуымыз керек. Жүріс тұрысымен, киімімен, сөйлеген сөзімен деген сияқты. Жаңағы өндіріс оқу шебері болып жүргенімде
Бите мен бір байқаған нәрсем, өндіріс оқу шебер куратор қандай болады? Ана балдарды дәл сондай сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі, киген киімі. Мысалы, кейде біз де күліп жатамыз ғой, апайына қарайды иә, балдар солай ғой, апайына қарайды. Апай қалай жүреді, қалай сөйлейді. Мен соны байқағанмын. Өндіріс оқу бір байқағаным, қайтып ана ағай қандай болады? Ағайын байқап өзі туып алған сияқты болады да. Мысалы, сол ғой, мысалы, үлгі болу деген мысалы сол. Мен де жиналыстарда айтамын, әй, костюм шалбар киіп, дұрыс киіп жүріңдер, дұрыс сөйлеңдер, фамилияны шетпеңдер, өздеріңді жаңағы жоғары қойыңдар, алдарында дұрыс әңгіме айтыңдар. Соның өзі тәрбие, мысалы, балаға. Соның өзің тұрған келбетінің өзі ол тәрбие беріп тұр балаға. Енді алақ-салақ болып, кеткір болып, жаңағы бір жағаң мында, бір жағаң мында болып, ол қаяқтан үлгі болады ол. Мен енді жаңағы қызметкерлеріме де айтатыным, беретін кеңесім сол. Өздерің дұрыс болыңдар. Өйткені сізді тұлға ретінде санап, сіз үлгі болуыңыз керек оқушыға деп. Директор бір нәрсе өзі ұжымға да үлгі, пример ретінде болу керек деп ойлаймын. Басшы қандай болса, ұжым да сондай болып жатады. Міндетті түрде деп ойлаймын, өзім ойым солай. Енді ағай, жұмыс орнында адамдармен қарым-қатынаста қандай қағиданы ұстанасыз? Сенім, доверие, сенім. Доверие? Сенім. Сенім. Мен сенем бәріне. Коротко и ясно ма? Иә, болды, сенім ғой. Сенсең ол сенімнен шығу деген бар. Сенім. Сенімнен шықса жақсы. Сенім шықпаса не болады? Көңілден қалды. Ең жаман нәрсе көңіл қалды. Көңілің қалса, енді басқалармен өзім бір адамнан қатты көңілім қалса, мысалы сенем оған. Ол мені сенімді ақтамайды, алдап кетеді. Болмаса басқа бір әрекет істейді. Мен оған сенім тапсырып тұрмын, бәрін ашылып, ар жағында жүрегімді ашып, оған сондай сенім білдіремін, ол кетті, оны басқаша неге пайдаланады да. Мен ашықтығымды менің жаңағы бостығым деп ойлайды ма? Слабость деп айтып жатыр. Менің бір бостығым, менің жаңағы әлсіздігім, менің минус жағым деп ойлайды. Ал неге ол түсініп келген адамға ол сенім деген ол егінің бірі ондай сенімді ішін ашып, жүрегін ашып алмайды. Сеніммен қарамайды көбіне. Бірақ менікі сенім. Мен сенем, ұжымға сенем, орынбасарларыма сенем. Дұрыс, енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, енді сенім деп командаңыз болады, енді мысалы ұжым сол. Мысалы, командаңызда қандай қасиеттерді бағалайсыз? Іскерлік, жауапкершілік, іскерлік, сенім. Сол ғой енді, үш қағида ғой енді. Енді жаңа қызметкерлерді таңдағанда неге мән бересіз? Жаңадан қызметкерлер қабылдаған кезде. Енді өзінің таңдаған мамандығына қарай, енді заңдылыққа қарай, дипломына қарайсыз ғой енді. Ең бірінші, жаңағы мамандығына сәйкес келу, енді ол енді былайша формальность болғанмен ішкі дүниесінде қарайсың. Адам жұмыс істей ала ма, істей алмай ма? Испытательный срок деген жоқ, бірақ енді алғаннан кейін сыртынан қарағайсың, қадағалайсың. Істеп кетсе, істеп кеткен, істеп кетпесе, басқа жұмысқа ғана жаймен айтып, мынаны сен ауырлау болып жүр деп нағыламыз. Бірақ енді жалпы тәжірибе ретінде емес, бірақ енді қандай да бір адамды жұмысқа қойғанда көру керек қой, мүмкін ол істеп кете ма, арман қарай алып кете ма, одан да жоғары биіктерге кете ма ар жағынан. Мысалы, өткенде мен кеткеннен кейін ояқта біраз өзгерістер болды. Мен кеткен колледждерде Арал индустриялық техникалық. Оны айтуға айта аламын. Айтатын да орны бар. Бұл жердегі заместительдердің бәрі менің шәкірттерім. Мен соған қуанамын. Адам енді жұмыс істегеннен кейін
шәкірт қалдырған дұрыс па ізінде, ізбасар дейді. Енді адам таңдағанда дейді, Арал Нестрал техникалық колледжінде істеп жүргенде осы университет бітіріп келген жастар болды, солардан тартып тәжірибемен бөлісіп, біраз тәжірибе беріп, ақыл кеңесімді бердім. Енді соның жемісі қазір айтайын. Ахметов Ербол деген жігіт университет бітіріп келген. Қазір директордың оқу өндірісі жөніндегі орынбасары. Жұмаева Назира екеуміз бір топта куратор болдық, бірге жұмысқа келдік. Қазір тәрбие жөніндегі орынбасары. Әскерде болып істеді ол кісі. Онан қалды Назарбек. Ол енді аға шебер болып істеді. Кеше ол істеген кезде орыс кестен біраз көп жетістіктерге жетті. Уақытша болғанмен өзінде. Сосын оқу жөніндегі орынбасар Менуанова Гүлшат. Ол да қазір оқу жөніндегі орынбасары. Ол да негізі приемныйда неде отырған, хатшы болып, соның ағай көкесіне отыра бересің ба деп шамалы көтермелеп, сағат беріп, өзі филолог, кітапханашы болып. Сонымен енді дайындадық. Сосын сол директоры саралай келе, сол кісіні конкурсқа конкурс жариялап, мен оны Гүлшатта завуч болып тағайындалды. Былайша қарасаң енді барлығы мен тәжірибемнен жаңағы өткен азаматтар. Енді адам қалай таңдайды деген осы. Енді осы колледжге келдік. Бұда да енді қарап жүрмін. Жаңа айтқандай, әзімізді басатын, зейнетке шыққанда осы колледжде мықты жастарға қалдырып кету үшін шәкірт қалдыру керек, ізбасар қалдыру керек. Ол бір ойдағы жүрген нәрсе, ол ойдан түспейтін нәрсе. Өйткені саланы осы колледжде арман қарай үлкен жетістіктерге жеткізетін жастар болу керек, соларды дайындау керек. Сол қағида менде. Енді жаңағы жұмысты айтып жатырмыз ғой, енді жұмыстан бөлек енді сіздің жеке өміріңіз бар ағай. Сол жұмыс пен жеке өмірдің арасында қалай балансты ұстайсыз? Ой, баланс. Қалай сақтайсыз сол балансты? Көбіне осы сияқты. Мен үйде квартирантпын деймін. Үйде маған енді шүкір ете ұлдар бар ғой, келінем бар, келіншегім бар. Үйдің бәрін қатты проблема болса, бірден қатты керек болса ғана хабарласады. Атак көп мазам болмайды, мен келемін. Уақытыңызды жұмысқа жұмыс. Үйде де үйге барғанда да жұмыс, ананы бүйтіп едім, анау қалай болса екен. Ой ғой бәрі, адам миы демалмайды дейді ғой. Енді оны менің отбасымдағы жұбайым бәрі түсінеді, келіндерім де, балдарым да түсінеді. Үйде онша қатты бір жұмыс тапсырып, үйдегі проблеманы маған айтпайтын да күндері бар. Не болып жатыр, не істеп жатыр. Анақта да жұмысы жетеді. Өздері келінім бар, келіншегім бар, балдары бар. Өздері шешілетін нәрсе болса, шеше береді. Үлкен не болса, өзі қатты сынағып отырса да, айтпаса да, что-то мынау қатты сөйлесіп кеттіңдер ғой, не болып жатыр деп өзім барамын. Мынадай болып жатыр, мынадай болып жатыр. Айтпайық деп едік дейді. Жоқ, айтыңдар, шешілетін нәрсе шешілеміз. Баланс сол. Көбіне енді жұмыс жаққа қарай. Шынын айтайын, енді 100%-дің 70%? 70-80 шығады. Білем түтті. Квартирантпын деп ғой меге. Мысалға, сіз бүгін қайтадан жол бастасаңыз, неден бастар едіңіз? Сонда бір шанс берсем ма? Шанс болып жатса. Кіші болар еді. Ол кезде? Қой жоқ. Осы жолмен жүре беру. Жүре бересіз, конечно. Білмеймін. Дұрыс. Өйткені жазған нәрсе осы болды. Бүгінгі жастарға қандай кеңес берер едіңіз ағай? Бүгінгі жастарға ма? Бүгінгі жастарға мақсат қою керек. Сол мақсатқа жету. Адам жетелейтін өмірде мақсат. Арман, қиял бөлек мақсат. Арман, қиял деген ол қиялдай бересің, ол екінің бірі жете алмайды. Ал мақсат қою өз қолында. Мысалы, мына колледжді бітірдім.
жақсы бітірсем университетке түсіп жалғастырып бір жұмысқа деп осы не 5-6 жылға не қою керек, мақсат қою керек, соған жетелеу керек, өзі жетуге тырысу керек, мақсат қою керек. Адамды өмірде жетелейтін мақсат. Мақсатсыз адам ол жаңағы өсіп тұрған тау, далада жүрген малмен бірдей деп ойлаймын. Мақсат, адам жетелейтін мақсат қою керек. Болашақ көшбасшылар қандай қасиетке ие болу керек? Көшбасшылар Лидерлер. үш немен келтіруге болады. Біріншіден көзді ашып көкірегі ояу. Сауатты болу керек. Енді екі баста жауапкершілік. Төртеуі күтті. Енді көшбасшы ол өзінің адамдардың өздерінің туа біткен қасиеттері бар. Сол туа біткен қасиеттеріне жаңа 4 қағиданы қосса, мықты лидер көшбасшы болады деп ойлаймын. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Девиз деп жатамыз ғой? Девиз, өмірлік ұстаным. Девиз дейді, ол баяғыда мектепте айтатын еді. Енді ұстаным көп, былайша енді бір немен алмайсыз ғой енді. Жауапкершілік, ашықтық, сыйластық, адамгершілік. Адамгершілікті бірінші неге қою керек? Бірінші адамгершілік деп ойлаймын. Қандай жағдайда болса да, қиын кезде болсын, қуанышта болсын, басшы боласын, басқа болсын, адам болып қалу керек. Адам деген атқа кір келтірмей, адам болып қалу керек. Адамгершілік. Енді бір адамда болып жатады деді, өміріңізді бір өзгерткен бір кітап, фильм, немесе адам бар ма? Енді біздің интернет не болған жоқ, кітапты оқыдым. Мен осы 12-13 жасымнан бастап мен кітап оқыдым. Негізі менің ең бірінші кітабым 14-те оқығаннан кейін біз орысша оқитын 15-летний капитан деген не болатын кітап. Содан бастадым, әлі есімде. Мамам ұрсады, түнде көзіңді ауыртасың деп. Көрпені жамылып, фонарым бар китайский. Соны мен тығылып оқитынмын. Түнгі 3-ке дейін, 4-ке дейін. Мен бірақ соңғы кезде оқымаппын кітап. Соңғы кітабым мына кісінің күнде қараймын. Соңғы кітабым менің Шыңғыс Айтматовтың Плаға деген кітап екен. Көп болыпты кітап оқымағалы. Шын айтсам қолда тимейді, телефон. Кеше немерем аудиокнига оқып отыр, тыңдап отыр. Мен айтамын, мамасына мына кітапты алып берсейші. Мумуды оқып отыр. Некрасов. Анау қонбайды миына. Оққан дұрыс. Оққан бөлек. Өйткені грамматический ошибканың бәрін дефис қай жерде қойылады, нүкте қай жерде қояды. Анау бір сараң ғой. Сөйтіп айтуымса болған жоқ. Бір қарасам, анау сөйлеп отыр, өзі ұйықтап отыр ғой. Оқу керек кітапты. Оқу керек кітапты. Өміріңізді өзгерткен сонда сол кезде көбіне кітаптар дейсіз ғой? Кітап шығар енді сол кітаптар. Кітап өзгертетін. Кітап оқыдым дедіңіз ба? Психология туралы. Ортаң ғой адам. Көп адамға мына өзінің мінез құлқын қалыптастыруына жүрген ортасы. Отбасы болады, оның жолдастары, ұжымы, ортаға байланысты. Орыста мақал бар. Досың кім екенін айтсаң, мен сенің кім екеніңді айтамын дегенде ғой, ол ортаға байланысты. Ортаға да байланысты. Адамның қалыптасуы, мінез құлқы. Ортаң жақсы болса, сен де жақсы боласың. Дұрыс. Енді және біздің соңғы сұрағым десе де болады, ағай. Енді көбіне адамдар неге басшы болудан қорқады деп ойлайсыз? Кейбір адамдар болады, бір басшы болмаймын, рахмет. Жауапкершіліктен қорқатын шығар. Жауапкершіліктен нағылатын шығар, сескенетін шығар енді.
қазір талап өте жоғары деңгейде. Басқа білмеймін, басқа себеп жоқ шығар деп ойлаймын, одан қашатын, қорқатын. Енді Қазір директор болу, не болу, престиж дей ма, жаңағы бір неше бұрын не бір бір керемет нәрсе болып есептелмейді деп ойлаймын қазір. иә, Ойбай, директор ол все. Баяғыда Союздың кезінде ол мектеп директоры деген, ол жаңағы колледж директоры деген тұлға болған шығар дейді. А қазіргі неде уже қалып бара жатыр деп ойлаймын. Сондықтан сондай деп ойлаймын. иә, енді бүгін біздің алғашқы подкастымыз болғаннан кейін ағай, адамдар өздеріне керегінен алар деген ойдамыз. Бүгінгі әңгімеден біздің түйгеніміз тәжірибе мен табандылық табысқа жетелейді. Құрметті Нұралы мырза, сізге көп рахмет уақыт бөліп бізбен ойыңызбен бөліскеніңізге. Бір қорытындылап жіберсек, ағай, бүгінгі әңгімеден түйгенімізді кішкене қорытындылап жіберсек. Иә, енді бұл бұлайша бұқаралық ақпарат құралдарына интервью беріп жүрміз ғой енді. Енді ерекше бөлек бұл енді шамалы енді сырымызды немді айтамын деп сырымды айтамын деп шынымды айтып қойған жоқпын ба деп те қорқып отырмын. Бірақ жақсы, бұл ашық біраз нәрсе айтылды. Бұл енді жалғасын таба берсін, өзіңе де мереке, шығармашылық табыс. Өзіңде де осындай креативный осындай бағдарламалар, осындайларды бір алып жүріп, осы нағып жүресіз, көрсетіп, осы неден қалмайды, қатардан челлендж болсын, басқа да бір әлеуметтік желідегі қандай да бір жаңадан шығып жатқан челлендждер нелер болса, солардың бәрінен қалмай нағып жүрсін. Өте ризамын сізге. Сізге де шығармашылық табыс, істеп жатқан кәсіптеріңізде береке табыңыздар. Келген жаңа жыл отбасымыздарға тек қуаныш, береке, байлығымен келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет ағай. Рахмет сіздерге. Бүгінгі подкастта біз сіздермен біраз не айттық деп ойлаймын. Әркім өз керегін алар. Құрметті көрермен, егер подкаст сізге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Рахмет, жақсылықта жолығайық.